Ассаламу алейкум. Бүгін біз сюрпризлі ерекше тіске басарлар дайындаймыз. Алдымен қамырды жасайық. Терең ыдысқа 300 грамм айран құйыңыз, 1 шай қасық сода қосыңыз. Араластырыңыз. Масса көбіктене бастайды. Содан кейін 1 шай қасық тұз қосамыз. Және 1 ас қасық қант салуымыз керек. Жақсылап араластырыңыз. Енді ұнды електен өткізіп, қамырды илеңіз. Соңында 2 ас қасық сұйық майын қосып, қамырды жақсылап илейміз. Енді біраз уақытқа қақпақпен жауып 10 минутқа қалдырамыз. Осы уақытта толтыруды дайындап алайық. Сізге 180 грамм сүзбе қажет болады. Осыған 2 түйір сарымсақты үкіштен өткізу керек. Туралған шөптерді қосыңыз. Араластырамыз. Қажет болса тұздап, қайтадан араластырыңыз. Қамырдың бір бөлігін аламыз. Оны шеңбер етіп жаямыз. Дөңгелек қызанақ тілімдерін үстіне саламыз. Толтырғышты үстіне жағып қойыңыз. Содан кейін екінші қамырды үстіне жабыңыз. Дөңгелектерді кесу үшін печенье кескішті пайдаланамыз. Енді оларды табаға саламыз да қызған майға қуырамыз. Екі жағынан да қызарғанша қуырыңыз. Міне, сіз осында жеңіл тағамды қаншалықты тез және оңай дайындай аласыз. Толтырғышымыз да ерекше. Тек сүзбе мен қызанақ соншалықты дәмді бола алады екен. Бұл кез келген адамды таң қалдырады. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.